Жайлап отыр менің ауылым, Алатаудың сол бір бауыры. Туып өстім сенде есейдім, алаулатып жастық жалыны. Жайлауы жасыл жайқалып жатыр, әйгілі Алатауымның. Гүліндей жайнап асырса бойнап, еркелеп өскен ау. Армысыздар, құрметті көрермендер. Мен Нұрқасел Мәншік, Алматы облысы Балқаш ауданы Қонаев атындағы орта мектептің 9-шы сынып оқушысы. Менің шағын отанымның тарихы дегенде өзімнің туып өскен өлкем туралы ой санада тұрады. Тарих өткеннің сабағы, алдағының кейінгіге өнегесі, бүгіннің баға жетпес байлығы демекші, әр өлкенің өзіндік тарихы бар. Менің шағын отаным Желтораңғы ауылы. Ауылымның іргетасы 1961 жылы қаланған. Ауылымызда Димаш атамыздың аты берілген бір мектеп бар. Аурухана, мәдениет үйі, кітапхана, орман шаруашылығы, мұражай, жалпы халыққа керек қажеттілігінің бәрі бар. Ауылымда 1521 адам тұрады. Еркелеп өскен Ауылымда менің шағын отанымның символына айналған тораңғыл ағашы өседі. Тораңғыл ағашы жалпы біздің ауылымыздың атына тікелей байланысты. Тораңғыл ағашы қызыл кітапқа енген қасиетті ағаш. Оның бір ерекшелігі ол жел соқпаса да өздігінен қимылдап тұрады. Сондықтан да оны тұрғылықты халық жай ғана тораңғы емес, желтораңғы деп атайды екен. Сондай-ақ тораңғыл ағашы көз татарлық сұлулыққа ие. Ол арнайы қоршауға алынып, үнемі күтіммен бақылауға алынған. Ендеше сол тораңғыл ағашының сұлулығына көз жүгіртейік. Гүліндей жайнап асырса бойнап, еркелеп өскен ауылым. Гүліндей жайнап асырса бойнап, еркелеп өскен Айтса да тораңғыл ағашының екі түрі бар, қара тораңғы және ақ тораңғы. Сол қара тораңғы осы біздің ауылымызда өседі. Ал әртүрлі жапырақтысын тораңғы деседі. Ал бір түрлі жапырақтысын тораңғыл дейді. Яғни мына мен тұрған жер бір түстісі тораңғыл ағашы. Осы тораңғыл ағашы туралы ауыл үлкені Мұрат атадан сұхбат алып та көрдім. Тораңғыл ағашы және тораңғы ағаш болып, тораңғы екіге бөлінеді. Тораңғы ағашы осы ауылдың ішіндегі жан-жағымыздың бәрі тораңғы ағаштарда. Тораңғы ағашы дейтініміз ол енді әртүрлі жапырақты болады. Төменгі жағы саусақ тәріздес болады да, жоғары қарай домалақ жапырақты болады. Мұны разнолисті дейді. Әртүрлі жапырақты тораңғы ағашы. Жалпы Алматы қаласында экология және тұрақты даму институты ашылған. ЕНПО дейді, үкіметтік емес ұйым. Солар келіп, осында осы тораңғыл ағашын біздің тораңғының ішінде тораңғылға өсіп тұрған тораңғы ағаштары бар. Сұлу тораңғыл дейміз. Соны қошап, өздері сондай эксперимент жасаған, өзін қалай өсіп жетілуін.
1973 жылы әлемге әйгілі Маугли мультфильмі фильм нұсқасы дәл осы біздің ауылымызда түсірілген. Маугли фильмде бейнеленген осы ағаштың біздің ауылымызда өсетінін бірі білсе, бірі білмейді. Фильмдегі ну орман ағаштарына ұқсас ағаштар бейнесін Ресей режиссерлары менің шағын отанымның символына айналған тораңғыл ағашынан тапқан екен. Көріп отырғанымыздай керемет ұқсастық байқалады. Куәгерлердің айтуы бойынша, бұнда режиссерлар мен актерлар бір ай уақыт шамасында болған екен. Еркелеп өскен ауылым, өзен көлің тауың орманы. Ерекше сән беретін мықты кәрі ағаштың биіктігі 30 метрге дейін, діңінің диаметрі 2 метрге созылған. Тораңғыл ағашы менің ауылымның символы. Ауыл табиғатында ерекше көріп беретін, басқа ағаштарға ұқсамайтын, өзінің жапырақтарымен ерекше көріп беретін ағаш туралы айтарым осы. Сіздермен бірге болған мен Нұрқасен Мәншүк, назарларыңызға рахмет. Өзен көлің тауың орманы, бәрі де менің арманым. Айналайын туған ауылым, осы әнімді саған арнадым. Жайлауы жасыл жайқал